Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен кішкене ғана айраннан осындай өте тәтті, сырты қытырлақ, іші жұмсақ печеньелерді бірге дайындаймыз. Каналдан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, шым тұз және де дәміне қарай қант салып, барлығын қанты ерігенше жақсылатып араластырамыз. Әбден осылай көпіртіп тұрып араластырамыз. Қанты жақсы еруі тиісті. Келесі кезекте үстіне сұйық майымызды және де бөлме температурасындағы айранымызды құйып, және кішкене ғана ванилин саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде менде қолдың айраны, кез келген пайыздағы айранды пайдалана берсеңіздер болады. Тіпті ашайын деп тұрған айранның өзі жете береді. Келесі кезекте ұнымызды міндетті түрде електің көзінен өткізіп саламыз. Енді ең соңынан бір шай қасық разрыхлителімізді де салып, бірінші кезекте осылай шанышқының қасықтың көмегімен қамырымыздың басын біріктіріп, енді қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын эластичный қамыр шығады. Қамырды тындыруға 15 минутқа қоямыз. 15 минут уақыт өткен соң үстеліміздің үстіне ұн себе отыра қамырымызды жұқалатып жайып аламыз. Қамырды өте қалың емес, өте жұқа емес, орташа қалыңдықта, мінекей осындай шамамен 1-2 сантиметрдей болатын қалыңдықта жаямыз. Және жайып болған соң үстіне мен қант себуге ұмытып кетіппін, бірден қант себіңіздер. Содан соң мен секілді осылай бөлшектерге бөлесіздер. Мінекей мен қант себуді ұмытып кеткен соң кескеннен кейін барып септім. Мінекей осындай кішкене 4 бұрыш бөлшектерге бөлеміз де духовкамызға салып қызып тұрған 180 градуста пісіріп аламыз.